Сәлем тыңдарман, бүгінгі оқитын әңгімеміз өмірден алынған. Балдыз. Бүгін дала күндегіден суық сияқты, аспан түнеріп тұр, жұпыны киінген қолдары суықтан тілім-тілім болған, қас-қабағын қырау шалған, бір аяғы жоқ Назар өткен-кеткен адамдарға үміт артқандай екі қолын жайып қайыр сұрап отыр. Бұл оның күндегі үйреншікті әдеті. Тұп-тура 10 жыл болыпты, осы дүңгіршіктің алдында меншіктеп алғанына. Таң ата келіп, күн ұясына батқанда бірақ қайтады. Бұрқасын боранға да, нөсерлеп жауған жаңбырға да, күздің суық ызғары тәні мен жанын қарыса да, жаздың аптап ыстығында қарамастан бір үзім нан үшін отырған. Бұл жердегілердің көбісі Назарды жақсы таниды. Дүңгершіктің қожайыны Таня апай ара кідік Назарға қол ұшын созып шай тамағын беріп тұрады. Қарсы дүкен сатушысы Ғани аға былтыр қыста Назарды бастан аяқ киіндірген. Назардың ол кісілерге рахметтен басқа берері жоқ. Кезінде не ішем, не кием деп бас қатырмай шалқып өмір сүрген Назар үшін әуелде жоқшылықта өмір сүру қиынға соқты. Бірнеше рет өз-өзіне қол жұмсап, мына жарық қоштаспақшы да болды. Бірақ қу кеудеден жан шығу оңай ма? Өмір мен өлім ортасында жатып, қайта есін жиятын. Жи өткен несіне алып қанша өкінсе де еңсесін басқан ауыр жүктен арыла алмай-ақ қойды. Өмір деген бүгін бармын, баймын деп танауының көкке көтергендерді ертең-ақ жермен жексен етіп, бір-ақ күнде тәубасына келтіретін ұлы күш иесі емес пе? Сол өмір Назарды да назарынан тыс қалдырмады. Жасаған күнәларының өтеуі болар қазіргі қауқарсыз қажыған сәті, тағдырдың маңдайына бұйыртқан баға жетпес бақытын өзегінен итеру нағыз ақымақтықтың белгісі. Сол ақымақтың бірі Назар. Кезінде жалған сезімнің жетегіне еріп, барының бағасына жете алмай осы мүсәпір күйге түскен. Өткенін еске алып қанша өкінсе де енді бәрі бекер. Бүгінде жан жағына көз тастап, естеліктерге толы өткен шағына оймен шолу жасап отыр. Назар берекесі де дәулеті асқан отбасында дүниеге келді. Әкесі университетте ұстаз, анасы болса балалар дәрігері. Өзінен 3 жас үлкен әпкесі Назгүл тұрмыс құрған, ал қарындасы Назерке әлі мектеп оқушысы. Назар болса ата-анасы бетіне қарап отырған жалғыз ұлдары. Мақтаншақтық, ұшқалақтық көрсе қызарлық осы қасиеттерін барлығын Назардың бойынан табуға болады. Университет қабырғасында Назарға талай ару ғашық болса да, Назардан тас жүрегін жібіте білген жалғыз ару Айдана еді. Айдана көрген адам көркіне қызығарлық, сұлу да, биязы, өзіне тән еркелігі мен нәзіктігі бар. Бұрын-соңды жігіт атаулысымен жүріп көрмеген, әлі ешкімге тізгінін тартқызбаған ауылдың қызы. Назар оқу жылы басталғаннан-ақ Айдананы өзіне қаратудың бар амалын жасады. Әйтеуір қалай екені беймәлім. Бір ай өтпей жатып Назар мен Айдана жұп атанған еді. Арада бір жылдай уақыт өтер-өтпес махаббаттың буына мастанған екі ғашық болашаққа зор үміті артып, тағдырларын бір етпекке бекінген болатын. Екі жақта дүркіретіп той жасап, әп-сәтте-ақ Назар мен Айдана ерлі-зайыптылар атанып шыға келді. Болашақта бұл қиылған неке өмірін тозаққа пара-пар ететінен бейхабар Айдана әу баста бақыттан басы айналып, өзін әлемдегі ең бақытты жан сезінді. Бәрі керемет болып көрінгенімен Айдананы азапты да қаралы күндер күтіп тұр еді. Көп ұзамай Айдананың құрсағына сәби бітіп, Назар мен Айдана шын бақыттың дәмін татқандай болды. Айдананың жүктілігі өте жеңіл өтті. 9 ай 9 күн толғатып өмірге торсықтай ұл әкелді. Үй шаруасы бар, одан қалды түні бойы баласы ұйықтамай шығатын. Айдана күннен күнге әбіржіп құр сүлдері қалды. Назар болса әйтеуір түрлі сылтау айтып, көп уақытты жұмысында өткізетін. Ойлана келе Айдана ауылдағы сіңлісі Айжанды өзіне көмекке шақырды. Өтінгені сол-ақ екен, ауылдан анасының беріп жіберген базарлығын арқалап Айжан да келе қалды. Сұмдықтың бәрі сол кезден басталған еді. Айжан келгеннен-ақ үйдің бар шаруасын игеріп кетті. Тамақ дайындап, арасында жиеніне де қарап үлгеретін еді. Назарға Айжанның пысықтығы бірден ұнады. Үнемі күліп жүзіне нұр шашып жүретін Айжанға әуелде балдызы ретінде қарап, қалжыңдасып, еркелігін көтеріп жүрген Назар бара-бара үйіне әйелі мен баласы үшін емес, Айжанды ойлап келетінді шығарды. Кірген бойда күлім қағып, жезделеп тұратын Айжанға ерекше ықыласпен қарай бастады. Ойлары бір жерден шығып, әңгімелері жарасып-ақ кететін. Сіңлісі мен күйеуінің тез арада тіл табысып кеткеніне шыны керек Айдана қатты қуанды. Бірақ Айдана іштей Назардың өзгеріп жүргенін сезіп, қатты уайымға салына бастады. Бұрынғыдай Айдана десе алып ұшып тұратын Назар жоқ.
қит етсе ашуға беріліп сыртқа шығып жоқ боп кетуді әдетке айналдырған. Сондай күндердің бірінде Айдана Назармен ашық сөйлесуге бекінді. Назар, саған не болып жүр? Өзгеріп жүрсің. Ашылып сөйлеспейміз да. Арамыз күннен күнге суып бара жатқандай. Мен ғашық болып, тағдырымды сеніп тапсырған Назардың жұрнағыда қалмаған сияқты деп біраз уақыт бойы өзін мазалап жүрген ойын жайып салды. Бәрі жақсы, жай ғана шаршап жүрмін деп Назар әңгімені қысқа қайырды да теріс қарап ұйқыға кетті. Айдана сол түні таң атқанша көз ілмеді. Қасында еш алаңсыз ұйықтап жатқан Назарға қайта-қайта қарайды. Жүрегі тамағына тығылып, өксігін баса алмай ұзақ жылады. Сүйіп қосылған адамы, жан дүниесін түсінуден қалғаны, жанын жегідей жеп барады. Менің кінәм неде? Қай жерде қателестім екен деген сұрақтардың шырмауынан шыға алмай қойды. Санасында жаңғырған жан айқайы Назарға деген көңілін тасталқан еткендей. Сол күні таңертең Айдана Назарды жұмысқа шығарып салуға тұрмады. Ұйықтап жатқан кейіп танытып жата берді. Ас үйдегі Айжан мен Назардың өзара әңгімелесіп күліп жатқан дауыстары Айданаға анық естілді. Назардың оның жанында осылайша емен жарқын күліп отырған кезін ол ұмытып та қалған екен. Айдананың көз жасына төрт қабырға мен тек әлі есі кірмеген ұлы Нұрасыл ғана куә болды. Назар жұмысында отырып Айжанның қылықтарын, күлкісі мен еркелігін есіне алып еріксіз жымиды. Жүрегіндегі алабұртқан сезімге ерік берген Назар сол кездері өз іс-әрекетіне есеп бере алмайтындай күйге түскен еді. Аманат етіп алған әйелінде әлі бұғанасы қатпаған баласын да ойламады. Тұла бойын құмарлық пен нәпсіге жеңдіріп, өз-өзін құрдымға сүйреп бара жатқанын сезбеді де. Жүрекке әмір жүрмейді деген сылтаумен өзін іштей ақтап алатын. Егер сол кездерде Назардың болашақты көрер қасиеті болса, ол бұл жалған сезімнен жетегінде кетпес еді. Түн ортасы болса да, Айдана есіктен көзін алмай телміріп Назарды күтіп отыр. Бірнеше рет қоңырау шалып еді, Назар көтермеді. Айдана еріксіз өткенге көз жүгіртіп, бақытты шақтарына шолу жасап үлгерді. Құшақтары жазылмай, қолдары ажырамай, таң атқанша серуендеп жүрген кездерін есіне алып ауыр күрсінді. Келмеске кеткен сол бақытты сәттердің қазір жұрнағыда қалмаған сияқты көрінді Айданаға. Әп-сәтте өзгере шыға келген Назар Айданадан күннен күнге алыстап бөтен адамға айналғандай. Айдана тағатсыздана күйеуін күтіп отырғанда Назар Айжанға хабарлама жолдап жатқан еді. Айжан, ұйықтап жатсың ба? Жезде, сіз қайдасыз? Әпкем уайымдап ұйықтамай отыр. Айжан, сөйлесуіміз керек, тыңдап тұрмын. Жоқ, бұл жерде айта алмаймын. Ертең таң ата кездесейік сыртта. Тек Айданаға ештеңе айтпа. Жақсы, Жезде. Назардың өзіне деген сезімін бейхабар Айжан Айдана жайлы сөйлесетін шығармыз деп ойлап кездесуге келіскен еді. Таң ата Айжан әпкесі ұйықтап қалғанын пайдаланып сыртқа шығып кетті. Түні бойы Назарды күтіп көз ілмеген Айдана шаршағандықтан қалың ұйқыға жатқан болу керек. Айжанның шығып кеткенін сезбеді де. Айжан есік алдынан шықса, Назар көлікпен күтіп тұр екен. Жезде, сіз қайда болдыңыз? Әпкем уайымдап түні бойы ұйықтамады деп Айжан көлікке отырар-отырмас Назарды сұрақтың астына алып үлгерді. Назар үндемеді, көлікті оталдырып жүріп кетті. Не жайлы сөйлесейін деп едіңіз, қайда барамыз деген Айжанның сұрақтарына еш жауап бермеді. Саябақ маңына келіп бірақ тоқтады Назар көлікті. Сөйлесуіміз керек, Айжан. Бұдан әрі шыдай алар емеспін. Тұншығып барамын деген Назардың сөздері Айжанға біртүрлі естілді. Айдана жайлыма, Жезде, тыңдаңызшы, әпкем де қатты уайымдап жүр. Араларыңызда не болып жатқанын білмеймін, бірақ дей беріп еді. Айжан Назар сөзін бөліп жіберді. Жоқ, Айдана жайлы емес, біз жайлы деді. Іркіліп қалды Назар. Біз жайлы деп Айжан Назардың бұл сөзін түсінбей абдырап қалды. Я, біз жайлы. Тыңдашы Айжан, осы күні жатсам да тұрсам да сен ойымнан кетпейсің. Жүрегімдегі саған пайда болған сезімді қанша тұншықтырып жоққа шығарсам да қолымнан келер емес. Мен жеңілдім, жүрегімнен жеңілдім. Мейлі, мен ақ осы өмірдегі ең күнәһар жан болайын. Мейлі, жұрт мені табалап бетіме түкірсін, бірақ мен бұдан әрі саған деген сезімімді жасыра алмаймын дей берген Назарға Айжан. Жезде, сіз не айтып тұрсыз? Ұялмайсыз ба? Әпкемді ойламадыңыз ба? Нұрасылды ойласаңызшы, бұл әңгімені болмады деп есептейік. Менен аулақ жүріңіз. Бұдан былай деп Айжан ашуға беріліп көліктен шығып кетті. Ашуланып кетіп бара жатқан Айжанды Назар қуып жетіп құшақтап алды. Бір минут, тек бір-ақ минут осылай тұра тұрайықшы деп Назар Айжанның құлағына сыбырлады да ыстық құшағынан жібермеді. Неге екені өзіне де беймәлім. Айжан Назарды кері итермеді. Бір сәттік әлсіздік болар. Айжан қаққан қазықтай тұрды да қалды.
Кенет есін жиғандай Айжан селк етті де Назарды бар күшімен итеріп жіберіп алды, артынан қарамай жүгіріп жөнелді. Назардың бұл жолы артынан баруға батылы жетпеді. Жүрегінде бой көтерген сезімін Айжанға айтпақ болғанда-ақ оның солай қабылдайтынын Назар болжаған еді. Сүйген адамы кеудесінен итеріп кері айналса, бұдан артық азап бар ма? Назар тұла бойында тулаған жауапсыз сезімнің тұтқынына айналып шыға келді. Жол бойында тұрып балдызының есіне ессіз ғашық болғаны үшін іштей өзін жазғырып та алды. Жаны қиналып, демі тарылып бара жатқандай күйге түсті. Ол Айдана үшін емес, тіпті баласы үшін де емес, сүйгені бетін кері қайтарғаны үшін қиналды. Соқыр махаббат пен бойын діндеген құмарлық Назарға әйелі мен баласын ойлауға мұрша бермеді. Айжан үйге келсе, Айдана үйде таңғы ас дайындап жатыр екен. Айжан, сен қайда болдың? Оянсам жоқ екенсің, отыр тамақтанып алайық деп дастархан жая бастады. Еш нәрседен хабары жоқ Айдана. Әпке, мен ауылға кетуім керек деп Айжан киімдерін асығыс-үсігіс жинай бастады. Не болып қалды, әлде апамдардан бір нәрсе болды ма? Айжан, мына түрің не, жылағансың ба деп Айдана сіңлісін сұрақтың астына алды. Жоқ әпке, уайымдама, бәрі жақсы. Тек апамдарды сағындым деген Айжан шыдай алмай жылап жіберді. Болған жағдайдың бәрін жайып салғысы-ақ келді әпкесіне, бірақ қалай айтарын, неден бастарын білмеді. Оның үстіне кішкентай Нұрасылды ойлады. Не де болса ауылына қайтуға бекінді. Жаным-ау, сол сағынсаң айтпайсың ба? Жіберем ғой, аздап күте тұр, жездең де кеп қалар, такси тұрағына апарып тастайды деп Айдана Айжанды құшақтады. Жоқ әпке, қажет емес, өзім-ақ барамын, өтінем, мені жібер деген Айжанның сөздері Айданаға біртүрлі естілді. Не керек, Айжан заттарын алды да Айданамен қоштасып шығып кетті. Айдана аяқ астына не болғанын түсінбей қалды. Көлікте келе жатып Айжан көз жасын тыя алмады. Өзі үшін емес, әпкесі үшін жүрегі ауырды. Жездесімен өзін тым еркін ұстағаны үшін іштей өзін жегідей жеп, өз-өзін кінәлап келді. Айжан ауылында Айдана болса есіктің сықыр еткен даусына елеңдеп, Назар болса үйіне бір келіп бір келмей осылайша тіршілік кешіп жатты. Бәрі тоқтаусыз қоңыраулар мен сезімге толы хабарламалардан мезі болған Айжан Назардың нөмірін бұғаттап тастады да. Назар күнде жаңа нөмермен жазып тұрды. Айжан бірде-бір рет Назарға жауап қатпады. Тек бірде маған қоңырау шалып хабарлама жіберіңіз, доғармасаңыз әпкеме бәрін айтып беремін деген Айжан, маған бәрібір, айтсаң айт, мен де мына азаптан құтылайын, тек сен мендік болсан болды деген хабарлама алды. Назардан Назар өзін жауапсыз махаббаттың құрбаны санап, жан дертімен алысып жүргенде Айдананың көкейіне ұялаған күмән күннен күнге ұлғая түсті. Өзге біреу бар деп ойлап жүрген Айдана, сол біреудің туған сіңлісі Айжан екені үш ұйықтаса да түсіне кірмеген еді. Арқа сүйерім деп сеніп жүрген күйеуі осы күні Айдана үшін жат адамға айналған. Соқыр сенімге еріп, қанша Назарды ақтап алайын десе де болар емес. Мұз боп қатқан көңілі енді жіби қоймасы анық. Ойлана келе Айдана ажырасуға бел буды. Көзбен көріп, қолымен ұстап алмаса да жүрек бәрін сезеді емес пе? Назардың көңілі мен есіл-дерті өзге адамда екенін Айдана айтпай сезетін. Қанша қиын болса да Айдана тастай бекініп ажырасатынын айту үшін Назарды күтіп отыр. Әйелі тағатсыздана Назарды күтіп отырғанда, Назар жүрегіндегі сағынышын тізгіндей алмай Айжанды көру үшін ауылына келе жатқан еді. Назар жол бойы қалың ойдың құрсауынан шыға алмады. Айжаннан құрақ ұшып қарсы алмайтыны анық, бірақ сонда да тәуекелге бел буып ғашығына желмен жарыса келе жатыр. Айжан алдынан күлімсіреп шығып мойнына асыла кетсе, бар әлемді аяғының астына әкеп бағындырып қоярдай еді. Назар қайдан, бәрі бос қиял, бекершілік екенін Назар іштей сезіп келе жатса да, жүрегі ақылына бағынбай бұлқынады. Көп ұзамай Айжанның ауылынан қарасы да көрінді. Әйтеуір ауылдың ішін шыр айналып жүріп, қайын жұртының үйін тауып алды. Айдананы ұзатып аларда келген бұл ауылға содан бері ат басын бұрмапты. Қақпаға жақындауға жүрексінді ме, жоқ әлде біреу көріп қалар деп қорқақтады ма белгісіз, қақпадан бір талай жер алшақтап барып тоқтады. Жан-жағына аса сақтықпен қарап қояды. Ауылда мүлгіген тыныштық, ешкім көрінбейді. Біраз ойланып отырды да, болса да келдім ғой, артқа шегіне алмаспын, махаббатым үшін күресуім керек деп Айжанға, мен келіп тұрмын, өтінем, бірер минутқа сыртқа шықшы. Егер шықпасаң өзім кіремін үйге деген хабарлама жіберді. Хабарламаны оқыған Айжан дегбірі қашып, не істерін білмей бөлмені әрлі-берлі кезе берді. Назарды өте жақсы білемін. Егер дәл қазір шықпасам үйге кіріп келуден тайынбас. Ал егер шықсам Айдананың бетіне қалай қарамақпын деген екі ұшты ойдың тұтқынына айналып, дел сал күйге түскен Айжан абдырап тұрып қалды. Бірер минут өтер-өтпес Назардан тағы да қалжыңдап жатқан жоқпын, маған бәрібір, сені
көрмей кетпеймін деген хабарлама келді. Айжанның жүрегі дүрсілдеп қорқыныштың жетегіне үстіне кіре берісте ілініп тұрған күртешесін іле салды да асығыс-үсігіс сыртқа шықты. Бойын ашу билеген Айжан қадамдарын тездете жолдың арғы бетіне тұрған көлікке жақындады. Айжанды көрген бойда Назар көлігінен апыл-ғұпыл шыға салысымен оны құшақтай жөнелді. Ғашығының жұпар иісін жұтып, бойын билеген сағынышын осылайша баспақ болған Назарды Айжан бар күшімен итеріп жіберді. «Сен өзің не қылған адамсың, осыншалық адамгершіліктен жұрдайсың ба? Қай бетіңмен келіп тұрсың? Ұяттан безген арсыз екенсің. Маған жолама деп едім ғой» деген Айжанның даусы қалың ұйқыда жатқан ауылдың ішін жаңғыртып жібергендей болды. «Айжан, тыңдашы, өтінемін, ашуыңды басшы. Мен сені сағындым. Сені көрмесем мазам қашады. Мейлі маған өкпеле, айқайла, бірақ мені кері итермеші» деп жалынып тұрған Назарға Айжан жеккөрінішпен қарап, «Тіпті сені жезде деуге аузым бармайды. Құдай сені қайдан ғана әпкеме жолықтырды екен? Көзіме көрінбей жоғал. Дәл қазір кетпесең әпкеме қоңырау шалып бар шындықты жайып саламын. Балаңды түсінде көресің» деген Айжанның сөзінен соң Назар есін жиғандай болды. Баласының көз алдына елестеп жүрегі шым ете қалды. Не дегенмен әке емес пе? Әйелін опасыздыққа қиғанымен сол сәтте алғаш рет Назар ұлын есіне алды. «Түбі бәрібір мендік боласың» деді де Назар көлігіне отырып кете жөнелді. Айжанның ой-санасында жатталып қалғандай құлағынан кетпей қойды. Сол түні Айжан мүлде көз іле алмайды. Әйтеуір таң ата Айжан өзі үшін маңызды бір шешім қабылдап тәуекелге бел байлағандай болды. Әділ көп балалы отбасында дүниеге келген қарапайым ауыл баласы. Әскерге барып келісімен-ақ Айжанға көзі түсіп сөз айтып жүргеніне де біраз айдың жуығы болды. Айжан десе шығар жаны бөлек. Әділ реті келе қалса болды, үйленейікші, қыз-жігіт болып жүріп қайтеміз, мен сені болашақ жан-жарым ретінде көремін, саған ғашықпын, өмірімнің соңына дейін аялап өтуге бармын дейтін Әділге Айжан оқуым керек, тұрмысқа шығуға дайын емеспін деп бір ауыз сөзбен құтылатын. Міне Айжанның бар ойлап тапқан амалы Әділмен сөйлесіп тез арада күйеуге шығу болды. Әділге деген алып-ұшып тұрған махаббаты болмаса да, Назардан құтылудың бірде-бір жолы осы сияқты көрінді Айжанға. Оның үстіне Әділ жаман бала емес, өзіне ғашық екенін ескере Айжан тастай бекініп, тағдырын өзі сүймесе де өзін сүйетін жанға табыстауға мәжбүр болды. Әділге хабарласып еді, қалада шаруаларымен жүр екен. Айжан телефонмен ешнәрсе айтпады. Ауылға келе салысымен «Хабарласшы, сенімен сөйлесуім керек» деп қысқа қайырды. Әділ де барынша шаруаларын тездетіп реттеп жақын арада ауылға барып қалатынын жеткізді. Айдананың болса есікке телмірумен күндері өтіп жатты. Түн ортасында келіп таң атысымен кетіп қалуды Назар әдетке айналдырғалы қашан. Әйеліне жылы шырай танытып, көңілін аулауды да ұмытқан осы күн. Айдана өзін елеусіз қалған тірі елестей сезінетін. Күйеуінің барынша асты-үстіне түсіп, бар дәмдісін алдына тосып, көңілін табуға тырысқанымен Назардың беті бері қарамай-ақ қойды. Сол арадағы орнаған суықтық сейілмеді. Керісінше, ерлі-зайыптылар күннен күнге бір-бірінен алыстай түсті. Ол кезде басынан түскен қайғының себепшісі туған сіңлісі екені Айдананың үш ұйықтаса да түсіне кірмеген еді. Қанша қолын бір сілтеп ажырасып кетейін десе де жүрек құрғыр дегеніне көнер емес. Назарды сол баяғы қалпынша сүйеді бұл байғұс. Оның үстіне баласын да ойлап, әйтеуір ажырасу туралы ойларды ысырып тастағандай болады. Әйел деген қырық шырақты емес пе? Не болса да отбасым үшін, балам үшін бәріне шыдауға тиіспін деп бар жауапкершілікті өз мойнына алып алған. Айдананың тағдырының тосқауылдан берер соққысының қаншалықты жан дүниесіне ауыр тиетінін бейхабар еді. Балдызына басы айналып ес-түссіз ғашық Назар соңғы күндері ащы суды жанына серік қылып жүр. Бұрын үйіне келіп еш нәрсемен шаруасы болмай теріс қарап жатып алатын ол соңғы кездері масайрап келіп Айдананың мазасын алатынды шығарған. Одан қалса аузына келгенін айтып көңіліне қарамайды да. Мұндай кездері Айдана аузына құм құйылғандай үн-түнсіз қалады. Қолынан бар келетіні еңкілдеп жылау ғана. Бір-бірінен еш айырмашылығы жоқ күндері өте берді. Айжан Әділдің келуін тағатсыздана күтіп жүргенде Назардың басына қара бұлт үйіріліп күтпеген қайғылы жағдай орын алды. Айжан жақын арада ұзатылмақшы деп Айдана Назарға қарады. Тамақтанып отырған Назар үстіне біреу мұздай су құйып жібергендей есеңгіреп тыпыршып кетті. Кім, Айжан ба? Қашан, кімге деп сасқалақтаған күйіне Айдана таңдана қарап, сонша аптықтанып, не келесі апта ұзату, сен рұқсат берсін, мен ертерек барып көмектесейін деп едім деген Айдананың сөздерін Назар тіпті естімеді де.
Екі құлағы бітеліп, денесі бір мұздап, бір ысып, тынысы тарылып сыртқа шығып кетті. Не болғанын түсінбей Айдана дастархан басында әдеттегідей түсініксіз күйде қалып қойды. Махаббаттың азабы ма, жоқ әлде нәпсі мен құмарлықтың кесірі ме? Назар өз-өзіне келе алмай көлігінде ұзақ отырды. Қызғаныштың жалыны жан дүниесін өртеп барады. Сол бойына удай тараған қызғанышын екпінімен Назар тағы қайын жұртына, ауылына қарай бет алды. Бұл жолы не болса да Айжанды өзімен алып кетуге оқталып келеді. Егер осы бір күн өмірін түбегейлі өзгертетінін сол кезде білгенде мүмкін Назар Айжанға бақыт тілеп шет қалар ма еді. Бірақ алдында не күтіп тұрғанынан бейхабар Назар орны толмас өкінішке душар болатынын сезбестен ғашығына келе жатты. Махаббат кейде сені теңдесі жоқ бақытқа бөлеп, азуында ажалдан да құтқарып, жүрекке сенімділік пен бақыттылықты ұялатады. Ал кейде ессіздің күйін кештіріп, орны толмас өкінішке душар етеді емес пе? Назардың да балдызына деген махаббаты ессіздікпен басталып, өкінішпен аяқталатынын кім білген? Иманы әлсіреп, жалған махаббаттың жетегінде кетпегенде, бәлкім өмір мүлде басқа арнаға бұрылып, Алланың берген аманаты Айдана мен бақытты да баянды ғұмыр кешер ме еді? Қара түнектің құрсауында қалғандай, өз-өзіне келгенде екі көзін ауырсынып әрең ашты. Тамағы кеуіп, құдды айға жуық су ішпеген адамша қаталып барады. Аяқ-қолын икемге келтіре алмай бірер секунд тырпышығандай болды. Жан-жағына көз тастап еді, ауруханада жатқанын түсінді. Қасында тірі жан жоқ. Дауыстап көмек сұрағысы келгенімен тамағындағы құрылғы сөйлеуіне мұрша бермей барады. Бір мезетте еміс-еміс есіне соңғы оқиғалар түсе бастады. Сол кезде ғана қолдарына жан бітіп, тамағындағы құрылғыны жұлып алды да Айжан деп айқайлап орнынан тұра бере жүрген құлап түсті. Одан арғысы есінде жоқ. 3 сағаттан соң бірақ оянды Назар. Көз жасын көл қылып отырған анасын көрді. Көзін ашқан бойда: құлыныма, бұл не қылғаның? Осыншалық арсыз болар ма едің? Тым болмады балаңды ойламадың ба? Айданашы, ол байғұстың не жазығы бар? Айжанның да өмірін қор қылдың-ау. Бұл ауыртпашылықпен енді қалай жер басып жүрмекпіз? Ақымақ балам-ау, деп зар жылаған анасының даусы тұла бойын солқылдатып жіберді. Бар күш-жігерін жинап: апа, Айжан қалай? Құдай үшін жақсы деші, деп анасына жалынышты қарады. Көрші палатада жатыр, деді анасы өксігін баса алмай шығып кетті. Назар сол түні қайын жұртының ауылына барып, әдетінше соңғы рет сөйлесейікші, бұдан былай мазаңды алмаймын. Егер шықпасаң жоғалатын ешнәрсе қалмады. Саған деген сезімімді бар әлемге жайып саламын, деген желеумен Айжанды сыртқа шығарып алады. Сені сүйемін, бірге кетейікші. Айданамен жақын арада ажырасамын, сен тек маған сенші, деген сөздеріне иланбаған Айжанды ашу үстінде қарсылығына қарамастан көлігіне отырғызып алып қашқан. Айжан бар күшімен Назарды тоқтатпақ болып рөлге ұмтыла бергенде көлік қарсы бетте келе жатқан жүк машинасына соғылып жол апатына түскен болатын. Ауруханада Айжан бірінші есін жиып, бар болған жағдайды бүге-шүгесіне дейін әпкесі мен ата-анасына айтып береді. Айдана үшін шындықты мойындау оңайға соқпады. Сорақысы сол, Айжанның жұлыны зақымдалып, екі аяғынан жан кетіп, мүгедектік арбасына тәуелді болып қалғаны еді. Назардың да бір аяғын тұтастай кесіп тастауға тура келді. Осылайша тұтас екі әулеттің тағдыры тас-талқан болып, бастарына қайғы мен қасірет орнайды. Назар бір аяғының жоқ екенін сезгенде еш қиналмады. Тек Айжан үшін жүрегі ауырып, кешірілмейтін күнәға батқанын мойындап, өз-өзін жазғырумен болды. Көзінен аққан парша-парша өкініштің жасы Айдананы да, Айжанның да алдындағы күнәсін жуып-шаймайтынын білсе де, өксігін баса алмай еңкілдей берді. Назар өзін қарғап-сілеп, өкінішпен арпалысып жатқанда палатаға келбеті сұрлана Айдана кіріп келді. Айдана, деді басын әрең көтеріп Назар, өзіне жақындай берген әйеліне қарап. Үндеме Назар, саған соңғы сөзімді айтуға келдім. Сені қарғап сілемеймін, онсыз да жазаңды алып жатырсың. Өкініштісі, екеуміздің кесірімізден сіңлім жапа шегіп, адамша өмір сүру құқығынан айырылып, қайғыдан қан жұтып жатыр. Таңдауымның қалайша ғана қателестім екен деген ой жан дүниемді жегідей жеп тұншықтырып барады. Бәлкім егер сенің ғашық болған адамың туған сіңілім емес, өзге жан болғанда баламыз үшін кешіріп, мына ауыртпашылықты сенімен бірге бөлісер ме едім. Бірақ басқа емес, сен мына көрсе қызар көздерің Айжанға түсті. Мен сені де өзімді де ешқашан кешірмеймін. Саған сеніп, соңынан еріп, некелі адам жарын болған күнімді қарғыс атсын. Нұрасылды көрем деп үміттенбей-ақ қой. Есі кіріп, оң мен солын ажыратар кез келгенде шындықты еш
бүкпесіз айтып беремін. Сені кешіре ме жоқ па өзі шешер сол кезде. Әкем деп сенімен жолыққысы келсе тауып алар. Ал мені мүлде іздеме деп қолындағы Назардың киімдері салынған бір Қытай дорбасын босағаға қойды да кете барды. Көзіне жас алып шығып бара жатқан әйеліне Назар қарсы ешнәрсе айта алмай өзегін өртеген өкінішін құшып қала берді. Болған жағдайдың барлығы оңай соқпаған болу керек. Назардың анасы төсек тартып жатып қалды. Көп ұзамай Өзбекстанға күйеуге шығып кеткен әпкесі келіп, қарындасы мен анасын сол жаққа алып кетті. Назарға да бірге жүр деп еді. Ол жаққа кетсем баламнан мүлде алыстап кетермін, іздеп таба алмай қалар, жанында болмасам да бір жерде басып бір ауаны жұтқым келеді деп Назар әке-шешесінің шаңырағын паналап қалады. Кейін Айжанды шетелге емдету үшін Айдананың қаражат жинап жатқанын естіп, қара шаңырақты сатып, ақшаны әйеліне аударып, сол бір ала дорбасын арқалап көк базарға қарай бет алады. Содан бері тура 10 жыл уақыт өтіпті. Өткен-кеткен адамдар бұны қайыршы дейді. Қайыршы емей немене? Жатар орны жертөле, одан қалды бір үзім нанға зәру кейпі мынау. Жанына жылулық сыйлар тек бір нәрсе, балам келіп қалады-ау деген үміт ұшқыны ғана. Өткеніне шолу жасап көзіне жас алған Назар бүгін де күндегіше жан-жағына жаутаңдеп, жүрегіне ыстық бір бейнені іздеп отыр. 10 жыл уақыт өтсе де ол баласының көзін миллиондаған жанарлар арасынан тауып алатынына сенімді. Бірақ ұлы келе ме, әкесін кешіре ала ма, беймәлім.